Достар, сіздермен бірге Алишер және де Жетіл True Story. Және де біздің алғашқы қонағымыз полиглот, жеті тілді білетін жас, 12 жасар қыз Магда Бекахмет. Магда, өзіңізді осы жеті тіл деп жатырық қой, жеті тілде таныстырып өтіңізші. Алғашында ана тілімізден бастап кетейік. Баршаңызға қайырлы күн. Мен есімім Магда және мен 12 жастамын. Енді орысшаға көшейік. Всем привет, меня зовут Магда, мне 12 лет, и я маленький полиглот. Hello everyone, my name is Magda, I'm 12 years old and I'm a young polyglot. 大家好，我叫马哥大，我是12岁和我是polyglot. 好的. Merhaba, benim adım Magda ve ben 12 yaşındayım. Assalamu alaikum, ismi Magda ve Assalamu alaikum. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Magda. Вау, өте керемет. Менде бір сұрақ туындады осыданшы. Сіз жеті тіл білесіз, жеті тілде осылай сөйлеп жатқан кезде бір-бірімен байланыс тұру, ортада баланс ұстау қалай? Қиын ба негізі? Кейбір кезде бір шатасып кететін моменттер болады. Тіпті қазақшада сөйлеген кезде ағылшынша сөздер қосылып кетеді, тіпті бір қытайша сөздер қосылып кететін моменттер болады. Кейін егер дауыстары бірдей естілетін болса, онда біреу екі тілде болатын сөз айтып қалатын болса, бір түсінбей қаламын, қайсы тілде айтып жатқан, жалпы кейбір кезде миым ашып кетеді. Осыған қатысты бір сұрақ тағы да. Көбіне қай тілде ойлайсыз, мысалы? Көбіне Сізде көбіне ағылшын тілінде ойлайтын сияқты көрініп, білмеймін неге, маған сондай бір әсер қалдырды неге? Бір басында қазақ тілінде бәрібір өзінің несі тұрады, бірақ кейбір кезде ағылшында ойлар қосылып кетеді. Бір қатты харизманың қосылып кеткен кезде ағылшын туралы көп ойлап, are you kidding деген сияқты моменттер көп болады сол айтқанда. Окей. Сіз 12-десіз, иә? Мен қателеспесем, Магда, сіз Инстаграмды осыдан 2 жыл бұрын ашқансыз, 15 желтоқсанда. Дәл солай. Жалпы тілге не үшін келдіңіз? Не үшін осы жеті тілді үйреніп бастадыңыз? Жеті тіл деген енді 5 тілі, ағылшын, түрік, араб, испан тілі, қытай тілі. Не үшін? Негізі бір ананы оқиын деген менде бір дәл мақсат болған жоқ. Барлығы кішкентай кезімде басталды. 2 жасымда 3 тілдің алфавиттерін үйреніп алып, 5 жасымда әпкем деген кітаптарды оқып берген. Мен кітаптарды енді оқып бастаған, бір кішкене қызығушылығым артып бастады. Содан кейін ағылшын тіліндегі жазуларды көріп бір қатты қызығушылығым ашылып кетті. Ананың бір қызық сөздері he went to the sea through all of the деген бір өзі алтын бізде эмоционалды тілді ғой. Сондықтан соны жалпы оқыған кезде өзімнің қызығушылығым ашылып кетті. Мынау не тіл, мынау through деген не ол деген сияқты. Содан кейін әпкеммен көптеген сөйлесіп, біздің практикамыз кішкене күшейіп кетті. Сол курстармен соны жаттықтырып алдым. 7 жасында қытай тілін үйрене бастадым. Негізі қытай тілінде ол да бір қызық оқиға болды. Мен әпкем деген қытайлармен неде болған, экскурсияда болған. Сондықтан бір Hello Chinese деген бір қосымша алған. Hello Chinese, сіздер де көрсеңіздер болады, өте жақсы деп. Содан кейін мен деген әпкемнің телефонына шұқылап кіріп отырмын. Сөйтсе, анау Hello Chinese деген қосымшаны көріп тұрмын. Соны кіремін. Мен басында ойнай бөлем, анау шалтыр, аударысында бір шалтыр деп, оны өзі де нөлден бастайтындай бір оңай түрде үйретеді да, дауыстар шығып та чиң-чаң-чың-чың соны қайталау керек. Ана жақта бір түсініксіз иероглифтер бар ғой, сол суреттері ойлап деп соларын қайталап, содан кейін үйреніп кеткем. Сөйтсем, ойын түрде, оңай түрде берілгеннен кейін маған информация бір оңай жағып кетті. Сондықтан қытай тілін үйреніп кеттім. 7 жасыңызда, иә? Бір кейін басқа тілдерде өздерінің нелері бар, тарихтары бар, былайша айтқанда 1000 жылдық тарихы. Мысалы, испан тілінде жалпы трендтер арқылы келі 1, 2, 3 деген сол кезде бір не болатын, тренд болатын бір 2021 ма, 22 жылдары. Содан кейін сол қатты қызық етіп, дәл сол кезде мағынандай нелер кіре бастады. Испан тіліндегі видеолар, там, никогда не говорите правильно, деген сияқты көптеген видеолар болғаннан кейін, лайфхактер болғаннан кейін, испан тілін сәл-пәл үйрене бастадым. Ал араб тілі бізде бір кішкентай кезден бір үйде бір портрет емес, андай бір сурет тұратын. Там Алла деген жазуы бар, нелермен, бисерлермен баласындай. Содан кейін мен деген ойлайтын бір, наверное, бір сурет шығар, или там бірдеңке ойлап тапқан шығар, сол қытай тілінде сияқты деп. Сөйтсе әпкеден сұраған, мынау не деген? Сөйтсе Алла деген жазу, мен таң қалғанмын.
мынау бағанағы неғып басқа әріптер ол неге басқа жазу деп сондықтан әпкем деген сол қатты қызығатын сондықтан мен де кішкене қызық бастадым ана ассалямағалейкум деген сияқты көптеген сөздер ана бихойер мен айна русия деген ана бен русия деген сияқты көптеген қызық сөздерді үйренгеннен кейін анау араб тілінің бір өзінің бір қызық акценті болады ғой анау әріптерін илаллиқа или там ғурфатул жулус деген содан қайталап өзімнің жалпы солай үйреніп кеттім ал түрік тілінде андай сериалдар арқылы ашылды әпкем деген сериалды жаман жақсы көреді там великолепный векте ана хюррем деп содан үйреніп алғам сол сериалдарды көріп сол кішкене listening былайша айтқанда дамығаннан кейін сол түрік тілі басылып кетті күшті өте керемет енді сіздің тіл үйренуде менің түсінгенім бойынша әпкеңіз қатты үлкен рөл ойнады былайша айтқанда солай әпкеңіздің реакциясын білгім келеді осыған қатысты сіз біраз жерде айтқан болатынсыз қытай тілін үйренген кезде hello Chinese маған телефон шұқыламын дедіңіз ғой әпкеңізге ол кезде әпкеңіз телефон шұқылауға рұқсат бермеген иә қателеспесем қатты рұқсат бермейтін содан кейін ол кетіп қалған кезде оның реакциясы қандай болған басында шок болып қалған бағанағы басында ойлаған мен бір қайта бір ойынды тартқан шығармын деп басында сондай ғой бірақ кейін деген алдына келдім да ни хау деп түсіндіріп кеткен кезде бағана қатты таңқалып қалған мысалы испан тілінде де тура солай болды бағанағы әпкенің телефондағы ютубын ашып көре беретін сол кезде есімде болса бағанағы менде приложение тартып алғам сол испан тілін үйренетін сөйтсем қарасам анау бір грамматиканы түсіндіреді ғой егер ар болатын болса онда добавляем кличку деген сияқты көптеген моменттер болғаннан кейін сол әпкеге болды миым ашып кетті деп сол көп түсіндіретін жағдай әпкеңіздің шынымен де рөлі өте көп иә түсінгенім бойынша өте керемет негізі осындай тіл үйренген кезде бір өзінің ментор болады иә сіздің менторыңыз әпкеңіз деп айтуға келе ма әрине керемет сіз қазір 12 жастасыз қай класс оқисыз 7 сынып қай мектепте 104 жалпы білім беретін мектеп 104 мектеп иә 104-тің 7 А сыныптары баршаңызға hello керемет сіздің енді былай елдің бәрі біледі мисс айтып жіберейін иә инстаграмда ойбой ана айтқан әрбір несінің өзі ерекше подача енді адамның есінде қалады иә осы мисс айтып жіберейінге қатысты хейттер болды ма мектептің өзінде немесе басқа жерлерде көрген кезде басында бағанағы көремізге шыққан кезде мен ондай болатынын тіпті білмедім де ойладым ол кәдімгі интервью болады там бір 20 мыңдай адам көретін шығар болды там бітіп қалады деп сөйтсе қарасам ана жақта 3,5 миллион просмотр болып тұрды не дейсің ғой сөйтсе ана жақта нелерім подписчиктарым өсіп жатыр мектепте бір рет деген осы спикинг клабқа келе жатқан кезде бір Москва деген жер бар ол сол жақта аялдамасында тұрып тұрған сөйтсе бір 21 жастағы бала ма жүгіріп келе жатыр ғой можно с вами сфоткаться деп қаяқтан танығанын білмеймін айтып жіберейін ба десем точно деп короче анау телефонды ұста деп короче анау прям түсе берген мектепте де прям жаман таниды бірақ кейбір кезде миым ашып кетеді мектепте бір өтіп бара жатсам бағана хейттер көп болады там бәрі мені пикми деп ойлайды өйткені бағана неге шыққан кезде телевидениеге шығатын кезде мынадай дауыспен шықпайсың ғой енді сондықтан кішкене андай әдемі дауыспен шығамын да сондықтан сол айтып жіберейін дегенді негізі мақалдарды ұмытып қалмайын деп тұрмын да өйткені ұмытып қалатын болсам бір кішкене маған өзіме ұнамайды да бірдеңке дұрыс емес шығатын болса сондықтан мен деген ананы ұмытып қалмау керек деп миымда автоматически тұр да енді соны байланыстыру керек қой енді айта бермейсің ғой білімдінің күні жарық білімсіздің күні қарап учение свет не учение тьма деп рэп болып кетеді ғой сондықтан бағана байланыстыру керек болды да айтайын деп айтайын ол да жаман болып естіледі да сондықтан айтып жіберейін анда бір әдемі естіледі да сондықтан айтып жіберейін деп солай кете берді сондықтан бағана сол әдейі шыққан жоқ мүлде содан кейін бәрі пикми деп санайтын болып кетті бағана тіпті менің видеоларымның өзі басында бір 500-ақ подписчик болды да менде қазір деген бір 10 мыңдай ма алты өсіп кетті бүкіл комменттердің артында обязательно бір болсын бір 10 шақты болсын обязательно айтып жіберейін либо газель айтып жіберейін тіпті эфирлерге шығатын өзінде орысша айтып жіберші там орысша айтып жіберші ал енді молодец енді газель айдап жіберші деген сияқты көптеген моменттер болады жалпы мектепте де көп айтады там өтіп бара жатсам анау айтып жіберген қыз емес па или там енді қытайша бір нәрсе айтып жіберші деген сияқты көп моменттер болады сені осы нәрсе қатты шаршата ма менің ойымша мысалы 12 жастар қыз болғаннан кейін мектепте ондай көп хейт болған кезде андай көрген сайын осы
білмеймін, өзіңіздің реакцияңыз қандай болады оған? Басында бір қатты қуанып жүретін, мен бәрі біледі, мен бәрі сөйлейді, ана болады ғой бәрібір Фройд деген болды да, бірақ кейін уже жаман шаршатып кетеді ше. Анау бір нәрсені қайталай беріп, ана ше қытайшаны айтшы, ағылшынды айтшы, орысшаны айтшы деген. Соғаңыз келе ма? Окей. Енді менде мынандай бір сұрақ туындап тұр. Осы тілді үйрену сізге, жалпы саған қандай есіктерді ашты? Мысалы, жарайды танымал болдың, біраз адамдармен кездестің, осы интервьюларға қатыстың, сосын Асхат Аймағамбетовпен кездестің, одан бөлек тағы да біраз іс-шараларға қатысып жүрсің, сол саған өзіңе ұнайтыны көрініп тұр, өйткені эмоционалы саған күш береді, подпитка береді. Одан бөлек тағы қандай саған бір жаңа есіктер ашты, мүмкіндіктер ашты? Мысалы, бір көптеген олимпиадаларға қатыса бастадым ағылшын тілінен. Мен жалпы репутациям өсті көптеген адамдардың алдында. Мысалы, тіпті апайлардың өзі, там білмеймін, бір сферада ашылғаннан кейін, мысалы бір тілдерде ашылғаннан кейін, басқа сфераларда да мені бағана бірдеңе ойлап таба береді екен. Бір күні бағана технология сабағында отырған, бағана Көркем еңбекті. Сондықта маған келші, ана сен компьютер, бүкіл апайлар сен компьютер жақсы біледі деймін. Өз компьютерді бағана презентацияларды әрең істеп жүрген адам қаяқтан ойлап тапқанын білмеймін. Жалпы репутацияны жұрттың қызы деген атқа ие болды. Жұрттың қызы. Мені мамам өлтірді ғой сен кесірінен де біреу комментарийда жазған сол. Егер сіз осы нені көріп отырсаңыз, ал сізге жар болсын. Жұрттың қызы енді білесің, өте андай барлық тұрғыда, барлық салада өте мықты, сондай қылып сені елестетеді. Сенің ондайға, ол сөзге қаншалықты сайсын деп айтып сұрақ қойсаң осылай тікелей. Өзіңнің кемшіліктерің мен енді артықшылықтарын өзің жақсы білесің ғой, соған қатысты шынайы бір true story болсын. Енді бір шынды айтатын болсам, бір көбісі көретін шығар мені бір әдемі, бір идеальный 15 жастағы қыз, тіпті комментарийда көбісі мені 2009 жыл деп ойлайды, мені 15 жастағы апандай қыз деп ойлайды. Бірақ егер менімен бір күн тұратын болсаңыздар шаршап кетесіздер. Өйткені менің бағанағы эмоциям өте көп, көріп тұрғаныңыздай бір тіпті сыныптағы өзі бағанағы достарымның өзі болды қойшы деп көп рет айтады. Өйткені эмоциям өте көп ше. Бағанағы деп кеткен. Бағанағы керек болса айқайлап жіберемін, өтіп бара жатқан кезде бағанағы үлкен дауыста сіз бағанағы өте бағанағы қалай айтшы. Жоқ, өте лаун дауыста бағанағы өлеңдерді айтамын, там өтіп бара жатамын, бағанағы қорықпаймын да сөйлесуге. Сондықтан көбісі бағанағы менімен бір күн тұратын болсаңыздар, немесе ашылып кетесіздер, немесе қашып кетесіздер. Күшті. Енді бағанаға деген сөз бүгінгі күннің сөзі деп айтайықшы. Мектепте Word of the day. Word of the day, бағанағы немесе. Мектепте мұғалімдерін енді сенің популярны екенін біледі, соған байланысты енді саған қосымша балл немесе 5-терді көп қоя ма? Негізі бір өздерінің қосымша балдары болмайды. Негізі өздері де прикол ұстайды. Мысалы, география апайлары енді айтшы берші деп басқа оқушылардан сұраған кезде, ал сен айтшы берші дейді. Деп апай деп. Негізі нелерді қоспайды, себебі өзімнің де бір анау помодоро деген режим болады ғой, 25-те 5 деген. Соларды қойып үй жұмыс істегеннен кейін бір қатты негізі көп қоспайды. Вот Магдаға ғана қоспадым. Көбісі көтереді дейді, мен басқалардың алдында бір вот сені көп көтереді, мен вот Магда сияқты болды деп көп айтады екен. Басқа менің достарымның айтуы бойынша, там вот тек қана Магдаға балл қосқан жоқпын деп кейбір кезде өзім де апай болып көрсем. Жалпы солай. Окей. Енді біз білетін Магда 7 тілді біледі. Тілдерді үйреніп, өзінің эмоциясын көрсетіп, бағана интервьюлар беріп жүрді. Бірақ тағы да біз біле бермейтін нәрсе, сіз пианиноның және де домбырада жақсы күй тарта аласыз, Жалпы фортепианоның құлағында. Фортепиано құлағында. Ол жерде оған да қызығушылықтарыңыз немесе жалпы үйрену процесі сол 7 жастан басталды ма әлде? Ол да бір 5-6-7 жасымда басталған. Әкем негізі өте өнерлі адам, ол көптеген домбыраларда, өзі концерттермен мені көп алып шығады. Домбыраларда, аккордеонда таржатқан кезде термеледі. Өзіне бір телміріп қарап отырамын. Есімде ағам деген бағанағы мен анау Васадули в огороде деген домбырады үйреткісі келген. Сөйтсе менде деген вообще шықпаған. Кейін музыкальный мектепке я хочу музыкальную школу деп маманың миын ашып жүрдім. Кейін музыкальный мектепке түскеннен кейін маған өте қатты ұнағанын түсіндім. Сосын екінші бағана 5 жыл биыл бітірдім. 5 жыл үйрендім домбырадан. 7 жасынан бастап 12-ге дейін. Содан кейін екінші сыныпта
жалпы ең сыныпта бағана фортепиано жалпы қосымша фортепиано болады деген кезде мен жазылам деп айқайлап шығатынмын ғой. Сондықтан жалпы өзімнің музыкалық талабым өте бір бағана өзімдікі ерекше болатын. Бір ана мелодияларды естіп өзімде бір апта қатысқаннан кейін бір қыс деген күй шығарғам. Басадөлі Богородиядан кішкене ұрлағам, Еркемайдан ұрлағам әйтеуір. Радика художник дейсіз ба? Бірдеңе шыққан әйтеуір. Қаша бар. Күшті. Енді бұл сіздің жан-жақтылығыңыз осы тіл үйренуге негізі өте қатты көмегін тигізді деп ойлаймын, өйткені дәл солай. Бана өзінің жалпы memory көтеріледі, өзінің жалпы есте сақтау қабілетің, соны сөйлеу қабілетің, соны ашу қабілетің, сол өте қатты. Ұялмайсыз мүлдем. Өзіңізді көрсетуден, мысалы енді. Өйткені эмоцияны көрсету, шынымен де бұл жерде басты рөл ойнайтын шығар деп ойлаймын. Өйткені ағылшын тілінде pronunciation енді күшті, ағылшын тілінде күшті сөйлесесіз, ағылшын тілінде ерекше британский акцентпен немесе түрік тілінде, араб тілінде бағана кейф халик, альхамдулилля деген. Қалай? Стейн пот. Осылай өз-өзіңді көрсету, ол тіл үйренуге кәдімгі шынымен бір кішігірім болса да пайдасын тигізеді. Ал осындай магда болуыңа не әсер етті деп сұрақ қойсам қалай? Оған мынандай әсер етті деп жалпы айтқанда қорықпаңыздар. Қанша менің әкемнің бір көп айтатын мақалы бар. Если все одинаково мыслят, значит никто не мыслит. Әр адамның өзінің ойлары бар. Әр адам жалпы әртүрлі, олардың мінездері әртүрлі, олардың ойлары әртүрлі. Біреуге бірдеңе ұнайтын болса, біреуге ұнамайды. Жалпы бізде ойлар мүлдем әртүрлі болғаннан кейін мүмкін сізді ой сен деген мен бағанағы неғып эмоцияны аша бересің деп қорқуы мүмкін, бірақ оның жалпы басты себебі олар өздері осылай ашылмаған адамдар. Сондықтан егер өйткені олар деген сізден сол потенциалды көріп тұрады, бірақ өздерінде жоқ, сондықтан олар деген сізді басып тастағысы келеді. Сондықтан егер эмоцияңызды шығарғыңыз келсе, қорықпаңыз. Әрине, әдеби нормалардан асу керек емес, шынымен де қуып кету, яғни қуып кеткен дұрыс емес, бірақ эмоцияны шығару деген мүлдем қуып кету емес. Яғни, егер эмоцияны шығарғыңыз келсе, егер ол керек болып тұратын болса, онда оны сезіп тұрсаңыз, айқайлай беріңіз. Күшті. Окей, енді true story деп атауы бар ғой біздің подкасттың, соған байланысты бір true story айтайық. Мен енді өзімнің фейлдарымды айтайыншы. Негізі фейлдарымды айтқанды қатты жақсы көремін. Мен 11-ші сыныпты бітіріп, бірінші курсқа түскен кезде ғана орыс тілін үйреніп бастадым. Кітап арқылы ең бірінші орысша оқыған кітабым. Ол бізде жестокий век болатын. Исай Калашников. Тығып жүре саласыз. Исай Калашниковтың жестокий век деген кітабы болған. Енді орыс тілін үйрену процесі мен қай уақытта басталды? Мен бұрын мектепті айналып жүретінмін, білмеймін қайдан шыққан бұл процесс. Мектепті айнала просто әңгімелесіп жүретін. Біреуге давай посидим деп айтамын деп, присядем деп те айтқым келген. Сосын екеуін қосымда давай посядем дедім ба, солай бір нәрсе айтқан болатын. Одан маған жаман қарады да. Сосын орыс тілін қой құрсын үйренейін деген сияқты бір осындай бір не пайда болды екен. Мен ауылда мектепте оқығам. Енді осы тіл үйренуде әртүрлі осындай бір фейлдер болып тұрады. Сен 7 тіл үйрендің. 7 тілдің үйрену өзінің бір қызықты оқиғалары бар ма? Бар болса, қайсысы қызығырақ, соны бізге бөліссе. Жалпы сіз орыс тілі туралы айтып кеттіңіз. Мен де мысалы тілдер үйренген кезде бәрі прям четко, идеально, перфекто патроны болған жоқ. Менде де өздерінің фейлдары болды. Мысалы, мен орыс тілін алғаш үйренген кезде, анам орыс мектебінде оқыған. Сол кішкентай кезімде сол орыс тілін анамнан естіп, бір орыс көретін болсам, жүгіріп келетінмін ғой. Тете, у меня было день рождения, там свечка была, мой уф делал. Сол, бағана өзімнің де тіл байлығым қатты онша болған жоқ деген сияқты жалпы одан бір, окей. Бірақ андай бір фейл болған нәрселер, мысалы араб тіліне қатысты менде бір тағы фейл бар, мен фейл жетеді, менде ше кейс. Араб тілін үйреніп жүрдім, сөйтіп ұстаз бізге айтты, хабиби деп айтуға болады деп, енді балалар арасында. Сөйтіп окей дедім, мен хабиби, кейф халик деп енді бір сұрайды. Сосын мен бір күн араб тілін практика жасайын деп тандем деген приложениеге кірдім, бір араб қыз таптым, сонымен сөйлесіп жүргенбіз. Арабша практика жасап жүргенбіз. Бір күні хабиби кейф халюка или кейф халюки деп сұрақ қойдым. Мен ана жерден алып жерге салып сөйтсем, хабиби деген любимый, дорогой деген мағыналарға кетеді екен ғой. Сөйтіп ана араб қыз сосын болды, мен черный списокқа түсіп. Сізде қандай осындай бір қызықты оқиға болды? Испан тіліне қатысты болсын, может Қытай тіліне? Так, прям фейл деп айта алмаймын, мен де білмеймін, бір постоянно бір четко бірдеңке болып, бір стержень болып тұрды, ішінде бір сол нелерден не істеп тұратын. Бірақ бір қызық оқиға болды. Біз деген әпкемен Шымбұлаққа көп барамыз. Сол жерде бір Қытайды не істеп қалғам, көріп қалғам.
мен деген ойлағам, сол әпке айтты да, мынау деген Қытай бала деп. Біз қасында жолығып қалдық бір не бойынша. Ол деген айтады да, не дяшыма, мен Қытай тілін білмейді деп ойлап тұр да. Не дяшыма, содан кейін мен кішкене тосылғаннан кейін, нейм деп тұр да, не ха, уайдама, гыда, нені деген кейін сол түрін көрсеңіз. Деп қарап қойған ғой. Сол жалпы иностранецтермен сөйлеген жаман жақсы көреміз. Там көптеген шымбұлаққа барған кезде, бір индустарды көрген кезде, бір рет айқайлап шығам, welcome to Almaty деп, we're already living here деп. Керемет. Қай тіл қиын болды сен үшін үйренген кезде? Мысалы, Қытай тілі деген қанша жерден күшті болса да, бәрібір де иероглифтер бар, оның диалекттері бар, қанша мандарин деген официально ресми түрдегі сол диалект бар. Одан бөлек сен қайсысын білесің, қайсысы саған қиын болды? Ол жаман көп бөлінеді, шынымды айтатын болсам, өзім де кейбір кезде шатасып кетемін. Жалпы Қытай тілі маған бір қатты қиын болған жоқ, өйткені ол деген бізде ойын арқылы жүргеннен кейін өзімнің бір базам үйрену керек, андай керек деген болған жоқ та, еркіндік болғаннан кейін бір қатты неле болған жоқ. Бірақ оның бір қиындық болатын жері, ол басқа барлығына ескеретін жайт, ол деген басқа тілдер сияқты емес. Мысалы, тіпті араб тілін өте қиын деп санайды, бірақ ол жақта тіпті бір кез келген тілін алатын болсақ, алфавитті аласың, алфавитті үйренесің, оқуды үйренесің, қалай дұрыс оқуды үйренесің, содан кейін болды. Сен кез келген табличка болсын, не болса да сол елге барып оқи аласың, сәл-пәл болса да оқи аласың. Ал Қытай тілінде болса, бір 33 мыңға шақты иероглифтер бар екен. Сол қанша дегенмен, қанша эксперт болатын болсаңыз, қанша мықты үйреніп алсаңыз, егер бір жаңа иероглиф шығатын болса, немесе бір сіз білмейтін иероглиф шығатын болса, сіз оны бәрібір оқи алмайсыз. Ол айтады, андай ключилар бар, олар көмектеседі. Олар мүлдем қатты көмектеспейді, тек қана адам туралы айтып отыр. Ол жақта кез келген иероглиф болуы мүмкін да. Сосын қытайлардың бір жаман жері, тіпті анау брендтер бар ғой, солардың өзін бір неге айналдырып жібереді өздерінің. Жалпы Қытайша неге айналдырып жібереді. Мысалы, Гарри Поттердің өзін Харри Поттер, Макдональдс дегенді Найдангал, KFC деген Кындыди, соны оқыса барлығы сол оқу мүмкін емес, сондықтан сол ескеретін жайт. Қытай тілін үйренетіндерге. Қытай тілін, Жалпы тіл үйренушілерге мысалы, енді сен 12 жастасың, 12 жасым мен үшін, вау, мен 12 жасымда не істедім? Не істегенді есімде жоқ даже. Бәлкім далада ойнап жүрген болатын, әлі далада великке отырып алып деген сияқты. Біздің 12 жасымыз сол еді шамамен. Сен 12 жасында уже бірнеше тілді білесің, пианино, домбыраны ойнай аласың. Бұған енді жас, бұларды өнерлеріңді былай қоя тұрғанда, сырғанда тіл үйренушілерге жас бола тұра үлкен кісілерге қандай кеңес бересің? Манағы ұялмау деп айттың, әліпбимен үйрену деп айттың, тағы, бірақ жеке бір өзіңе көмектескен бір не бар ма? Методика бар ма? Мен дәл осылай үйрендім, что маған жеті тілді үйренуге көмектесті деген сияқты. Басында бірінші өзіңіздің қалауыңыз болатын болса, жалпы өзіңіздің қалауыңыздан пайда болсын. Себебі мен айтып кеткендей, көптеген адам әртүрлі, олардың өздерінің әртүрлі адамның өздерінің жалпы таланттары бар. Мысалы, мен сурет салу өте жаман. Көп сөйлет, мен идеалын шығарып мен жаман сурет салам, мен суреттеріңізді көрсек, бірінші класстың қыздары бар ғой, шимай сала салатын, сондай сияқты көрінесіз. Сондықтан, егер сіздердің таланттарыңыз сол тілде келетін болса, онда өзіңіздің қалауларыңызбен үйренген дұрыс. Сосын маған көмектескен нелердің бірі shadowing, бір американдық полиглот жасағаннан кейін білуімше, ол деген бізде жалпы listeningіңізді танытады. Сосын мысалы мен деген Harry Potter'дың өте crazy fan болған, былайша айтқанда. Мен деген жалпы сол Гарри Поттер'ды оқу арқылы, дауыстарын жалпы тіл үйрену өзіңіздің сүйікті ісіңізбен байланысты. Себебі тіл үйренуге келген кезде көбіміздің ойына курс, ағылшын тілін үйрену керек, апай, үй жұмысы келеді. Сіз деген болса сүйікті нәрсеңізбен айналысың. Мысалы, мен деген кітап оқығанды, фильмдерді көргендерді өте жақсы көремін. Сондықтан жалпы өзіңіздің сүйікті тіліңізбен байланыстырған кезде, өзіңіздің сүйікті мысалы кейіпкерлеріңіз болатын болса, мысалы, менің сүйікті кейіпкерім Draco Malfoy. Сол сүйікті репликалары, дауыстары да бір қызық болып естіледі ғой. Себебі өздерінің жалпы ана тілдері, біздікі мысалы ана тілі қазақ тілі, біздің әдеби дауыстар өзі қызық болып тұрады ғой. Ол да басқа тілдерде олардың өздерінің ана тілдері болғандықтан бір дауыс құлақтарыңызға жағымды естілуі мүмкін. Мысалы,
learning about Potter немесе сол жалпы акценттері өте қызық болғаннан кейін жалпы сізге ұнайтын адам болатын болса немесе жалпы басқа кітап болатын болса сізге бір жағымды болады сол және оңайырақ сатылады. Мысалы сол erosions жоқ detention деген сөзді сол жоқ enough деген сөзді дәл сол Амбриджден үйрендім. Cedric Diggory died from a tragic accident. Enough деген сол жаттап қалғаннан кейін enough деген сөзді содан үйрендім. Керемет. Сіз минутына неше сөз сөйлейсіз деп ше? Әзіл. Құрметті оқырмандар, көрермендер, Магданың арқасында сіздер 1,5-2x дегенді баспайтын боласыздар. Еркін көресіздер деп ше. Өте керемет. Енді мен ойлаймын, кез келген адам тіл үйренген кезде бір шамамен ес білгелі 15-20 жастан бастап енді бір қосымша тілдерді үйренеді. Сен 10 жасыңнан бастап бастадың, бәлкім тағы 7 жаста бастап, иә. Оған сенің отбасың әсер етті, иә, менің ойымша. Отбасыңды танығымыз келіп тұр, көрермендермен бірге. Мен білетін әкеңіз сазгер, термеші, иә, қателеспесем, анаңыз және әпкеңіз, ағаңыз жайлы. Сіздер үйде үшеусіздер, қателеспесем. Бесеусіздер ма? Танысайық онда олай болса. Әкем сіз айтып кеткендей, оның есімі Бауыржанбек Ахмедов, and he is 55 years old now. Ол бізде әнші, сазгер, термеші, көптеген қартайған арыстан деген термелердің авторы болғанда соларды айтып шыққан. Сондықтан мүмкін бәлкім танитын шығарсыздар. Менің анам Халипа Бурханова. Несін алған жоқ, фамилиясын алған жоқ деп қой. Ол бізде орыс мектебінде оқыған, сол орыс тілін үйренуге дәл осы анам көмектескен. Анам деген қазір үй шаруасында бір жалпы кәдімгі өте мейірімді адам. Әпкем Гүлжан, оның жасы қазір 29-да. Ол бізде оның мамандығын енді айта алмаймын. Кейбір кезде коуч болады, кейбір кезде гид болады, жалпы тіпті көптеген нелерді салаларды үйренгеннен кейін өзінде мамандығы қандай десе тоқтап қаламын. Қайсысын айтайын деймін? Кейбір кезде коуч болып кетеді, кейбір кезде психолог болып кетеді. Жалпы шатасқаным көп болғаннан кейін сол көптеген тілдер үйренуге сол себепші болды. Өзім менің қызығушылығымды оятып, ағылшынша сөйлесе беріп, сол жаттықтырып тастаған. Ағам Расул, оның жасы 25-те, қазір ол трейдингпен айналысып жүр. Өзі де бір мені боксингке үйретті. Көптеген баған тиіскен кезде деп сол жалпы өзімнің характерімді сол ағам туғызды. Любимый удар? Бокста? Лоу-кик. Бокс. Ой-ой. Лоу-кик, окей. Ой-ой. Кикбокс болып кетті ма? Окей. Енді осы 7 тілді үйрену және оны сақтап тұру, бағана айттыңыз ғой, ұмытып қаласың кейде деген сияқты. Оны бір деңгейде ұстау өте қиын. Енді сіз осы ағылшын немесе басқа тілдерді өз деңгейінде ұстап қалу немесе оны өсіру үшін не істейсіз? Немесе қандай орталықтарға барасыз деген сұрақ туындап тұр. Менің ойымша көбісі ең маңызды нәрсе ол бізде практика. Бір қазіргі жаман жерім бізде мектептегі ағылшын тілін бір жалпы айтқанда грамматиканы көп үйренеміз. Мысалы біз 7-ші сыныптамыз да, қазір present simple мен present continuous'ды өндіріп жатырмыз. Сол 8 жылдан бері бізде созылып келе жатыр. Менің ойымша бағанағы ең маңызды нәрсе ол бізде практика. Мысалы біз Америкаға баратын болсақ, иншаллах, біз деген американдықтың алдында present continuous'ны не істеп тұрмаймыз ғой, ойлап тұрмаймыз ғой, бізде бастысы сөйлеу болады. Сондықтан тіпті мен speaking клубтарға баратын кезде көптеген нелерді жасаймын, қажеттіліктерді жасаймын. It's very beautiful alone деп қойған ғой бір рет ағашты. Сондықтан мен ойымша ең бастысы ол бізде практика. Speaking club немесе бір өзіңізге басқа елдегі достарыңызды тауып алсаңыздар болады. Менің ойымша сол ең ұтымды нәрсе. Жалпы өз деңгейіңізді сақтап тұруыңыз үшін көптеген практика жасаңыз. Және сол практика өзіңіздің еркіңізбен болсын. Өзіңіз ұнататын нәрсе болсын. Қандай бір орталыққа барып жүрсіз, немесе жетіл жайлы айтып жіберсеңіз дейді. Ағылшын тілін үйренуде немесе оны ары қарай дамытып ұстап тұруда жетілдің сіздегі атқарған рөлі қандай сіз үшін жетіл? Қазір мынау проходите по ссылочке в описании сияқты болып кетпесін. Бірақ шынымен де жетіл маған көптеген нені берді. Көптеген жалпы айтқанда опыт дейміз ғой. It gave me a lot of experience. Өйткені мен жетілге барған кезде бірінші рет өзімнің бірінші есімде әпкем деген айтады, ана жақта жетіл деген бір жаңа жер ашылыпты, ана жақта speaking clubқа барып көрейік деп. Сол кезде сол жаққа барған кезде Мәдияға жүргізетін. Сол кезде Мәдияға көріп қалған, сол кезде бір екеуміз видеолар түсіре бастадық. Содан кейін сол видеолар ұшты.
тіпті ағамның өзі полиглот ше деген прикол ұстайды. Жалпы айтқанда, егер сол тілді үйренгіңіз келсе, немесе оны практика жасағыңыз келсе, онда шет тілдің есіктері әрқашан айқара ашық. Күшті, керемет. Олай болса, біздің подкастымыз уақыты шектеулі, өте керемет болды деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, шынымен де 12 жасар қыздың осындай полиглот болған, осы тілдерді үйренген кезде түрлі ситуацияларға тап болғаны, шынайы оқиғалармен бөлісті. Магда, үлкен рахмет саған. Сіздер де осы тілдерді үйренгілеріңіз келсе, әрине шет тілдерін үйрену үшін біздің орталыққа келіп, ағылшын, түрік, араб, қазақ, орыс тілдерін үйренсеңіздер болады. Сіздерге бүгінгі подкастымыз, бүгінгі шығарылым ұнаса, біздің арнамызға тіркеліп, лайктарды басып, достарыңызға жіберіңіздер. Görüşmek üzere.